Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді әрі өте оңай дайындалатын пахлаваның рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін алдыменен еленген ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып, осылай крошка жасап алатын боламыз. Мұздатқышқа салып, мұздатып осылай үккіштен өткізіп крошка жасасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы. Жай қарап өтпей, маған қолдау білдіріп, каналыма тіркеле кетіңіздер. Каналым пайдалы, сондықтан қоңыраушаның үстін басып, менен келген видеоларды жіберіп алмаңыздар. Енді крошкамыздың үстіне 3 дана жұмыртқамыздың сарыуызын, қаймақ, дәміне қарай тұз, ас содасын салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді граммымен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр илеп аламыз жұмсақ. Енді осыны 3-ке бөліп пакеттеп 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы аралықта бізге салмасына грек жаңғағы қажет болады. Осылай тазалап алған грек жаңғағымызды орташа отта 5-7 минутта осылай жақсылап қуырып алатын боламыз, бір келгі етіп. Қуырмай салуға да болады, бірақ қуырып салатын болсақ, десертіміз одан сайын дәмді болып, жаңғағымыз кітірлеп тұратын болады. Қуырып жақсылап кептіріп алған жаңғағымызды енді пышақтың көмегімен видеодағыдай етіп ұсақтап алатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы кез келген нәрсемен ұсақтап алсаңыз болады. Келесі кезекте бізге жұмыртқаның ақуызы қажет болады. Шым-шым тұз және қантымызды сала отырып, әдемі етіп безе жасап аламыз. Дайын болған беземіздің үстіне ұсақтап алған жаңғағымызды салып, әдемілеп барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Бізде салмасы енді дайын болды. Енді қамырымызға көшетін боламыз. Оқтаудың көмегімен осылай бір келкі етіп жайып аламыз. Ұн қосудың қажеті жоқ, өйткені ешқандай қолға жабыспай әдемі болып шығады. Бірінші қабатын кішкене үлкендеу етіп жұқалап жайып, формамызға жайғастырып, беземіздің теңдей жартысын осылай салып жайғастырып шығамыз. Шетіне дейін жеткізбейміз. Осылай бос орын қалдырып, үстінен екінші бөлеген қамырымыздың жайып, одан дәл осы видеодағыдай етіп салмасын салып, үшіншісін бетіне салып, жан жағын біріктіріп алатын боламыз, дәл видеодағыдай етіп. Келесі кезекте пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай етіп, көбіктің формасын сызып шығатын боламыз. Кеспейміз, жай ғана бетінен солай көбіктің өзімізге ыңғайлы болу үшін аздап сызып шығатын боламыз. Осы аралықта пешімізді қосып қоятын боламыз. Қыздырып, қатты қызу жоғары болмаған дұрыс, 140-150 градуста мен қыздырып қоятын боламын. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан өзіңіздің пешіңізге қарай қыздыратын боласыз. Енді үстінен бір дана жұмыртқаның сарыуызын жағып, әр көбіктің үстінен бір дана жаңғағымызды, грек жаңғағын солай қойып шығамыз. Өзіңізге ұнаған кез келген жаңғақ түрлері бола береді. Дәл осылай видеодағыдай етіп, жеке-жеке көбіктің үстінен орналастырып, осылай ең бірінші қабатын толықтай кеспейміз, бірінші қабатын кесіп, 140-150 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минутқа қойып алатын боламыз. Пахлавамыз біраз ісініп, беті қата бастағанда қайтадан шығарып, бетін толықтай кесетін боламыз, жеке-жеке көбіктарды. Дәл осылай кесіп, тағы да 30 минутқа беті толықтай қызарып, алтын түске енгенге дейін пісіріп алатын боламыз.
30 минут өтті, біздің пахлавамыз пісіп шықты. Түрінің өзі тәбетті ашатындай сондай керемет пахлава болып шықты. Мінекей суытып кесіп барлығын көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте дәмді, жұмсақ. Бір жесеңіз міндетті түрде қайтадан іздейтін сондай дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан мінсіз шығатын болады. Олай болса баршаңызға сәттілік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк баса кетіңіздер.